Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңызды күтемін. Үнемі сіздермен жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Міне бүгінде осындай кешкі асқа жасауға келетін, пирог деуге келе ма, фаршпен жасалынатын осындай тағаммен рецептімен бөліскім келді. Сіздермен мен өзім жасадым. Кешкі аста өте тойымды, өте дәмді, өте күшті шықты. Ол үшін бір жуаны алып, блендерден өткізіп алдым. Сіздер жуаны қаншалықты жақсы көресіздер, қарайсыздар. Мен кішкене үлкенде өткізіп жіберіп, кішкенесін алып қалдым. Мұнан 450 грамм фаршқа осы жуаны салдым. Үстіне тұзымды, бұршымды салып, қазір фаршымды жақсылап тұрып араластырамын. Менің фаршым дайын болды. Мен қазір тестімді дайындаймын. Ол үшін 3 жұмыртқаны салып, тұз бен бұршымды салып, венчикпен осылай соғып алдым. Және үстіне 400 грамм қаймағымды салдым. Өздеріңіз пайдаланатын кез келген қаймақ түрлері бара береді. Мен оны да венчикпен әбден араластырып алып, және жарты шай қасық ас содасын салдым. Және араластырып алып, мен үстіне ұнымды салдым. Мен осы жерде жаңа ұнды салған жерімдегі видеом түспей қалыпты. Сіздер енді ұнды салып жібересіздер, болды, сосын осылай венчикпен араластырасыздар. Мен де осылай венчикпен араластырдым. Енді қазір оны пісіретін осындай духовка пісіретін ыдысыма құямын. Бәрін түгелімен құйып аламын сол ыдысыма. Міне мен құйып алдым. Қазір енді фаршымды салатын болам. Фаршымды осылай үлкен қасықтың жартысынан көбірек қылып аламын да, осылай домалақтап тестімнің ішіне сала беремін. Тестім сұйық тесті, сондықтан да илеудің, ысудың қажеті жоқ. Бірден құя салып, фаршты ішіне салып, көп уақыт алмайды, тамақ пісіре беруге өте ыңғайлы, тез дайын болады. Міне осылай барлық фаршымды мен өстіп домалақтап салып алдым. Қазір қалған фаршымды орталарына, бос жерлерінің бәріне толтырып шығамын. Міне барлық фаршымды салып алдым. Сіздер егер өздеріңіз қаласаңыздар, укроп, петрушка сеуіп жіберсеңіздер болады. Мен балаларым жемейтін болған соң оны салмадым. Және осылай сырды, 50 грамм сырды теркіден өткіздім. Сіздер өздеріңіздің қалауыңызша, егер сырды көбірек болғанын жақсы көрсеңіздер, онда молырақ өткізсеңіздер болады. Духовкаде 180 градуста 45-40 минутқа қойдым, бірақ кішкене көптеу болып кетті. 35 минутта да жақсы піседі екен. Бірақ пештеріңіздің енді қаншалықты қыздыратынына қарайсыздар. Менің арнамда болыңыздар, үнемі жаңа рецепттер салатын боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар, ас болсын жасап көріңіздер.